Арнамызды дамытып, маған тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті жүректегі мұз сериалдарын қазақша озвучкасын шығарып отырамын. Жихан мен Мелек кездесіп тұрады. Жихан кешірім сұрайды, қатты өкінемін дейді. Сол кезде Мелек Жиханнан сұрайды, кегіңді тоқтата аласың ба дейді. Жихан еш нәрсе айта алмайды. Мелек ашуланып кетіп қалады. Жихан тоқтатпақ болғанда, енді бәрі кеш дейді. Сұмыруға бастығының әйелі келеді. Менің күйеуім қайда дейді. Сол кезде Сұмыру қорқып кетіп қалады. Нұх келіп Сигилайды үйінен алып кетеді. Олар заңгерге барады. Сол кезде Хикмет қарулы адамдармен Тахсиннің үйіне келеді. Есікті Мелек ашады. Олар Мелекті күштеп алып кетеді. Асад және олардың адамдары бар. Қарулы адамдармен. Хикмет Тахсинге Мелектің видеосын жібереді. Тахсин Саметке звондайды. Хикмет те үйге келеді. Оны біз алдық. Сигилайды берсін, сосын біз Мелекті береміз, дейді. Сол кезде Самет ашуланады. Тахсин адамдармен Шамсалан әулетіне келеді. Беньямин Жиханға звондайды. Жихан қатты ашуланады. Беньямин мен Нихаят Мелекті құтқаруға келеді. Құтқарып болғаннан кейін Мелекті үйіне әкеледі. Әжесі жылап Мелекті жақсы көреді. Беньямин әулеті Тахсин бәрін тізерлетіп, Мелек қайда деп сұрайды. Сол кезде Тахсин әңгімесін айтады. Біздің әкеміз бір. Самет Хикмет дейді. Хикмет Тахсинді жақсы көргенсін, бұған сенбейді. Тахсин айтады, сендердің әкелерін менің анамды зорлаған. Мен де Нух пен Мелек сияқты туғанмын дейді. Осы кезде Нухқа звондап, Мелек келді дейді. Олар адамдарын жинап алып кетеді. Самет пен Хикмет бұл әңгімеге сенбей қатты ашуланады. Тахсин, Сибилай, Нух бәрі Мелекке келеді. Одан кейін Тахсин Сұмыруға жұмысына келеді. Жұмысынан алып кетіп, сені бір жерге апарсам бола ма дейді. Бірге тамақ ішейік дейді. Сұмыру, менің сенде сезімім бар дейді. Мен де білгенмін дейді. Әйел болған соң сезгенмін деп күліп айтады. Сол кезде Тахсин Сұмыруға әңгімесін айтады. Менің әкем Хикмет пен Саметтің әкесі. Біз бауырлармыз. Олардың әкесі менің анамды зорлаған. Менің қаным Шамсалан әулетінен дейді. Сол кезде Сұмыру сене алмай отырады. Олар үйге келеді. Барлық үйде отырады. Шамсаландар әулеті. Сұмыру келеді. Анасын алып кетуге. Анасы мен қаламын. Барлығын бақылап отырамын дейді. Сигилай Мелек барлығы бірге өмір сүреді. Жихан түн ішінде үйіне келеді. Асад деп қатты ашуланып айқайлайды. Самет, Хикмет те келеді. Жихан айқайлап Мелек екі қабат деп айқайлайды. Түн іші азан болды. Жихан Мелектің үйіне алдына қонады. Оны көріп Мелек шығады. Жихан Мелектен жағдайың қалай, баламның жағдайы қалай дейді. Мен сені жақсы көремін, мені тыңдашы дейді. Бірақ Мелек кетіп қалады. Хикмет пен Асад Мелекті қағуға дайындалып жатады. Мелек пен Сибилай дәрігерге барып жатады. Артынан Асад та келеді. Асад Мелектің машинасын соғады. Сол кезде Хикмет Сибилайдың да машинада болғанын көреді. Ол қорқып кетеді. Мелек пен Сибилай машинасы қағылып, құз басында қалып қояды.